Жетісу облысында жаңадан келген 25 дәрігерге 5 миллион мен 10 миллион теңге аралығында көтерме ақы төленді. Аймақтағы ауруханаларға білікті әрі қажет мамандарды тарту үшін жергілікті бюджеттен 595 миллион теңге бөлінген. Осылайша өңірдегі кадр тапшылығы ішінара шешіліп, медициналық мекемелер жас мамандармен толыға бастады. Қолдау қаражатына қол жеткізгендердің бірі Еламан Нұрғанатұлы. Былтыр жоғарғы оқу орнын бітірген ол Талдықорғандағы кардиологиялық орталықта еңбек етеді. Анестезиолог, реаниматолог күрделі операцияларға қатысып, отаның сәтті өтуіне үлес қосып жүр. Жалпы оқу мерзімі бізде 10 жыл уақыт кетті. Оқуды тамамдап келген кезде жас мамандарға міндетті түрде осындай көмек көрсетілсе, ол үлкен көмек деп ойлаймын. Оны тұрмыс тіршілікке, үй алуға үлкен көмегін көрсетеді. Жетісу облысындағы медициналық мекемелерге 186 дәрігер қажет. Жаңа жоба кадр тапшылығы мәселесін шешуге ықпал етті дейді облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Арман Жансенгіров. Бұрында бізге 80 дәрігер келетін, жыл сайын бүгінгі күнге қыркүйек айында 152 дәрігер келді. Облыстың берілген көмек сапалы медициналық көмекті жақсартуға ықпалы келді. Бағдарламаға сәйкес қалаға келген дәрігерлерге 5 миллион теңге, ауылға барғандарға 10 миллион теңге беріледі. Сала жауаптылар жыл соңына дейін 40 дәрігерге көтерме ақы төлеуді жоспарлап отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысынан.